имамдардың міндеті бұл жеткізу. Ал отбасындағы жеткізу мына тұрған әрқайсымыз міндетіміз. Ана бала шағаларымызға жеткізу. Ең болмаса соларға бір Құран үйретіп кетейікші. Өзіміз үйреніп алып, соны үйретіп кетейікші. Үлкен сен не Алла жолында жаңағы сен жорық жасағанмен бірдей. Құран үйретіп кетші балаң, отырғызып қойып жаңағы. Ертең сол балаң қанша Құран оқиды, ол қанша адамға үйретеді. Мен сол сауап. Артыңыздан жаңағы бір ұрпақ қалса да Құран білетін. Бақыт қой. Оған сіздің жаныңыз асымаса, кімнің жаны ашиды? Айтыңыздаршы. Әлде қалайсың олардың да сол ар жаққа Құдай сақтасын отқа кеткен? Жоқ, тақыл-тұқыл ескертіп тұру керек. Мүмкіндігінше ертіп келуге тырысу керек. Жүріп барып қайтайық. Ана киноға барып атады ғой біреулер, ертіп бәйбішелерін жаңағы. Қолтықтасып жаңағы. Сіз де сол үйден алып шықсаңыз, қолтықтасып жүріп кеттік. Мешітке барып үстіне кіргізіп жүріңіз. Уағыз тыңдап кетсін.